Сәлем құрметті жан. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Луиза Хей. Қазақ тіліне аударған Мырзагелді Кемел. Оқыған Перизат Султан. Бір жерің ауырса, одан үзілді-кесілді жазылу үшін біз оның психологиялық себептерінен құтылуымыз керек. Бірақ себеп неде екен білмегендіктен, неден бастау керектігінде анықтау қиын. Егер сіз осы аурудың себебін білсем шіркін деп айта алсаңыз, онда осы кітап сізге себепті табуға және тән мен жан саулығын жақсартатын жаңа ойлау стереотипін жасауға кілт бола алар еді. Біздің әрбір кеселімізде өзімізде қажеттілік бар екенін мен түсіндім. Олай болмағанда кеселде болмаған болар еді. Кесел белгілері ол тек кеселдің көзге көрініп тұрған жағы ғана. Бізге тереңірек үңіліп, оның психологиялық себебін жою керек. Сондықтан да жігер мен тәртіп бұл жерде әлсіз, әлді кеселдің тек сыртқы көріністерімен ғана күреседі. Ол арам шөпті жұлғанда тамырын қалдырып қойғанмен бірдей. Сондықтан жаңа ойлау аффирмацияларымен жұмысты бастар алдында темекі тарту, бас ауруы, артық салмақ секілді нәрселерден құтылу ниетін орнықтыру керек. Егер ішкі қажеттілік болмаса, сыртқы қалау да құриды. Тамырсыз өсімдік солады. Тәндегі кеселдердің көбісін шақыратын психологиялық себептер ұрыншақтық, ашу, өкпе және айыпты сезіну. Егер мәселен адам сынаумен ұзақ айналысса, онда артрит кеселі пайда болады. Ашу шақыра беру ағзаның ысып суи беруіне алып келеді. Ол зиянды. Ұзаққа созылған өкпе тәнді іштен жейді де қатерлі ісік пайда болады. Өз айыбын сезіну тереңдей берсе, кеселге ұшыратады. Дені сау кезде теріс ойлау стереотиптерін басыңнан шығару анағұрлым оңай. Ал кесел келгенде адамда қобалжу ұлғаяды да ондай ойларды қуу қиындайды. Мына төмендегідей психологиялық эквиваленттер тізімі менің емделушілеріммен болған жұмыс нәтижесінде пайда болды. Өз тәніңді емдеуге жәрдем берерлік қарапайым тәсіл ретінде бұл тізімді мен сіздерге махаббатпен ұсынамын. Келесі кезекте проблема атауы, одан соң мүмкін болған себебі және жаңа тәсіл айтылады. Проблема – алкоголизм. Мүмкін болған себебі дәрменсіздік, айыпты сезіну, өз тұлғасын қабылдай алмау. Жаңа тәсіл – мен бүгінгі күнмен өмір сүремін. Оның әрбір сәті жаңалыға келеді. Мен өзімнің құндылығым неде екенін білгім келеді. Мен өзімді сүйемін және өз әрекеттерімді мақұлдаймын. Аллергия. Себебі біреуге төзе алмау, өз күшін теріске шығару. Мына аффирмацияны айту қажет. Өмір қауіпті емес, ол дос. Маған ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Менде өмірмен келіспеушілік жоқ. Ангина. Дөрекі сөздерге бармау, өзін көрсете алмау сезімі. Айту қажет. Барлық шектеулерді алып тастаймын және өзіммен өзім болу еркіндігіне ие боламын. Анемия. Өзін кем санау, қуана білмеу, өмір алдындағы қорқыныш. Аффирмация. Менің өмірімнің барлық саласындағы қуаныш сезімі маған пайдалы. Мен өмірді сүйемін. Апатия. Себебі сезімдерге қарсы тұру, оларды тежеу, қорқыныш. Аффирмация. Сезіну қауіпсіз, өмір сынақтарынан өткім келеді. Артрит. Мені сүймейді деген сезім, сын, өкпе. Аффирмация. Мен махаббаттың өзімін. Енді мен өзімді сүйетін боламын және өзімнің істерімді мақұлдаймын. Мен өзге адамдарға махаббатпен қараймын. Астма. Өз игілігі үшін тыныс ала білмеу.
еңсесінің түсуі, еңіреп жіберуді ұстап қалу. Аффирмация. Енді маған өз өмірімді өз қолыма алуыма болады. Мен бостандықты қалаймын. Белсіздік. Қорқыныш пен өмір процесіне қарсылық немесе ұрпақ жалғастыруға қажетсіздік. Мен өмір жалғасатынына сенемін. Қажетті істі қажетті кезде жасап, қажетті жерден табыла аламын. Мен өзімді сүйемін және мақұлдаймын. Ұйқысыздық. Қорқыныш, өмір процесіне сенбеу, айыптылық сезімі. Аффирмация. Бұл күнді махаббатпен қоя беремін де тыныш ұйқыға кешемін. Ертеңгі күн өзі үшін өзі уайымдасын. Жыныс кеселдері. Сексуалдық негіздегі айыптылық сезімі, жаза алғысы келу, жыныс мүшелерінің таза емес және күнәһар екеніне сенімділік. Аффирмация. Мен өзімнің сексуалдылығымды және оның көріністерін рахаттана қабылдаймын. Мен өзімді қолдайтын және көңіл күйімді жақсартатын ойларды ғана қабылдаймын. Гепатит. Қорқыныш, ашу, жек көру. Бауыр, ашу мен шектен шығар ренжудің ұясы. Аффирмация. Менің санам таза және еркін. Мен өткенді ұмытамын және жаңаға бет аламын. Барлығы жақсыға бара жатыр. Мигрень. Зорлаған деген жек көрушілік. Өмір ағысына қарсылық, сексуалды қорқыныштар. Аффирмация. Мен жайбарақаттанамын және өмір ағысын бақылаймын. Ал өмір менің жеңіл және тиімді жағдайымды қамтамасыз етсін. Тұмау. Қоршаған ортаның нашар қабағына, теріс ниеттерге әсері. Қорқыныш. Аффирмация. Мен жалпылай сенімдер мен ережелерден биікпін. Мен сыртқы әсерден еркін бола алатыныма сенімдімін. Депрессия. Өз пікіріңіз бойынша өзіңіз сезінуге құқығыңыз жоқ. Ашу. Үмітсіздік. Аффирмациясы. Мен өзге адамдарда бар қорқыныш пен шектеуліктің шеңберінен шығамын. Мен өз өмірімді құрамын. Балалар кеселдері. Болжаулар мен ойдан шығарылған ережелерге сену. Ересектер өздерін бала сияқты көреді. Аффирмация. Бұл балада құдайлық қорғаныш бар. Оны махаббат қоршап тұр. Біз оның психикасына өзге әсерлер жасалмауын талап етеміз. Диабет. Орындалмай қалған іске өкініш. Бақылауда болуға ерекше құлшыныс. Терең уайым. Ешқандай жағымды нәрсе қалған жоқ. Аффирмация. Осы сәт қуанышқа толы. Мен бүгінгі өмірімнің тәттілігін сезіне бастадым. Сарауру. Ішкі және сыртқы күйі бұрын пішілген ой. Бір жақты қорытындылар. Аффирмациясы. Мен өзімді қоса алғанда барлық адамдарға төзіммен, жаным аши және махаббатпен қараймын. Өттегі тас. Ащы дәм, ауыр ойлар. Қарғыс, өркөкіректік. Аффирмациясы. Өткеннен қуанышпен бас тартуға болады. Өмір ғажап. Менде. Әйелдер аурулары. Өзіңді қабылдай алмау. Әйелдік мінездерден бас тарту. Әйелдік мінез принциптерінен бас тарту. Аффирмация. Мен әйел екенімен қуанамын. Мен әйел болуды жақсы көремін. Мен өз денемді жақсы көремін. Қышыма. Мінезге қарсы жүруді қалау. Қанағаттанбаушылық, өкіну. Ситуациядан шығуға ұмтылу. Аффирмациясы. Мен қайда болсам да маған тыныш. Мен өзімнің қалағанымның бәрі болатынын білгендіктен, өзімдегі бар жақсылықты қабылдаймын. Инфекция. Тітіркену, ашу шақыру, қапалық.
Аффирмациясы: мен бұдан былай бейбітшіл және жан-жақты жетілген тұлға бола бастаймын. Омыртқаның майысуы: психиканың әлсіреуі мен тынышсыздық, сіңірлер қимылы, шабан, сананың шабандануы. Аффирмация: мен өмірді, кеудемді кері қабылдаймын. Мен жайланамын және өмір ағысы мен процеске еремін. Лейкемия: шабыт басып тасталады. Бұл кімге керек? Аффирмация: мен бұрынғы шектеулерден шығып, бүгінгі күннің еркіндігін қабылдадым. Өзіммен өзім болу қауіпсіз. Жатыр: шығармашылық храмының символы. Аффирмация: денемнің ішінде өзімді еркін сезінемін. Жөтел: көмекке шақыру, ішкі өксік. Аффирмациясы: мен өзіме жағымды болатындай етіп, өзімді жұбатамын және сүйемін. Мен өзімді кешіремін. Жүйке: байланыс символы, сезіну органы. Аффирмациясы: мен жеңіл және қуана-қуана араласамын. Ісіну: кіммен я немен қоштасқыңыз келмейді? Аффирмация: мен өткеніммен жеңіл қоштасамын, және бұл мен үшін қауіпсіз. Енді менде толық еркінмін. Кекіру: қорқыныш, өмірге өте тойымсыздықпен қарау. Аффирмациясы: жасалу тиіс істің әрбірінің өз орны мен уақыты бар. Менің жаным тыныштықта. Паралич: қорқыныш, үрей. Адамнан немесе ситуациядан қашу, қарсылық. Аффирмациясы: мен өмірдің бөлінбес бөлшегімін. Мен өмірдің әртүрлі жағдайында өзімді қалып ұстай аламын. Бауыр: ашу мен қарапайым сезімдердің жиынтығы. Аффирмациясы: менің білетіндерім махаббат, бейбітшілік пен қуаныш. Өкпе қабынуы, ширығу, өмірден шаршау. Сезімге түскен, жазылуына жол берілмей жатқан жаралар. Аффирмациясы: мен тыныс пен өмір сапасына толы Құдай сезімдерін еркін қабылдаймын. Бұл жаңа бастау. Рак, қатерлі ісік, терең жара, ескі реніш. Ұлы жұмбақ немесе қайғы тыныштық бермей жалмап барады. Жек көру сезімнің сақталып қалуы. Бұл кімге керек? Аффирмациясы: мен барлық өткен істерді махаббатыммен кешіремін және ұмытамын. Мен бұдан былай өз әлемімді қуаныштарға толтырамын. Мен өзімді сүйемін және қабылдаймын. Өзіңе қол жұмсау. Сіз өмірді тек ақ пен қара деп түсінесіз. Жағдайдан шығудың өзге жолын көргісі келмеу. Аффирмациясы: мен барлық мүмкіндіктерді пайдаланып өмір сүрудемін. Қашанда өзге жол бар. Менде бәрі сенімді. Шаштың ағаруы. Стресс, басымдық көрсету, мен қысым жасаудың керектігіне сену. Аффирмациясы: өмірімнің барлық саласында менің жаным тыныш. Маған өзімнің күш қабілетім жетеді. Менің жүрегім махаббат әуенінде соғып тұр. Инфаркт: ақша, қызмет тағы сол сияқты үшін жүректегі барлық қуанышты қуып шығу. Аффирмациясы: мен қуанышты жүрегімнің ең төріне орналастырамын. Мен барлығына махаббатымды үйлестіремін. Спид: қорғансыздық пен үмітсіздік сезімі. Бәріне түкіру, ештеңеде еместей сезіну. Жек көру, өз сексуалдық айыбын сезіну. Аффирмациясы: мен ғарыштың бір бөлігімін. Мен оның маңызды бөлігімін. Мені өмірдің өзі жақсы көреді. Менде күш пен қабілет жетерлік. Туберкулез: өзімшілдіктен болған төгіп шашу. Жекешілдік, қатыгез ойлар, өштесу. Аффирмациясы: өзімді сүйе және мақұлдай отырып, мен өзіме тыныш және шаттықты өмір жасаймын. Безеу: ашудың баяу белгілері. Мен өз ойларымды ауыздықтаймын, жаным жайланады.
төсекке салқындық, қорқыныш, рахаттануды қабылдай алмау, сезімсіз әріптестер. Аффирмациясы: өз тәнімнен рахат алу қауіпсіз. Қорылдау: ескірген стереотиптерге жабысып айырылмау. Аффирмация: мен басымдағы махаббат пен шаттықтан басқалардың бәрін ұмытамын. Мен өткеннен жаңаға көшемін. Асқазан жарасы: қорқыныш, өзінің кем екеніне деген берік сенім, жағынуға тырысу. Мен өзімді сүйемін және мақұлдаймын. Менің жаным тыныштықта, мен тамаша тұлғамын деп айту қажет. Эпилепсия: аңду маниясы, нақты өмірді сезінбеу, ылғи күрес үстінде сезіну, өзін өзі зорлау. Аффирмациясы: мен бұдан былай өмірді мәңгі және шаттыққа толы деп санаймын. Егер жазба ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Махаббатпен, Перизат Сұлтан.